Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге үйде бар заттармен жасалатын, дайындалуына небәрі 5 минут кететін печеньенің рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттердің барлығын описаниеге жазып қойдым. Алдымен жұмыртқаның үстіне қантты салып, сұйық майды құйып, шанышқымен араластырамыз. Содан соң ұнның үстіне бір ас қасық қопсытқышты салып, електен өткізіп саламыз. Басында шанышқымен араластырып, кейін қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымызды осылай домалақ пішінге келтіріп, пергамент қағаз төселген формамызға саламыз. Печеньенің бетін осылайша шанышқымен әсемдеп шықсаңыздар болады. Қызып тұрған пешке 180 градуста 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Біздің печеньеміз пісті. Расымен де дайындалуы өте тез, жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.